Марафонымыздың кезекті 154-ші кітабы бұл Дельфин Минуи деген кісінің жазған, бірақ негізі Нуджут Али деген қыздың тарихы болып есептелетін. Мне 10 лет и я жаңағы разведена деген осындай кітап. Енді кітапты таныстырып кетейін. Бірінші кітаптың өзі 201 беттен тұрады. Айтып өттім, жаңағы Дельфин Минуи деген кісі, журналист кісі, осы Нуджут Алидің жалпы өмірбаянын зерттеуге Йемен деген жерге барған екен. Йемендегі араб халқы тұратын, мұсылман халқы тұратын жерде осы қыздың тарихын, болу тарихын осы кітапқа түсірген. Енді жалпы Нуджут Али деген қыз Йеменде, айтып өттік, Йеменнің тұрғыны, Кхаджи деген ауылда тұрған екен. Кхаджи деген ауылдың жалпы мағынасы снаружи, сыртындағы деген араб тілінен аударғанда сондай мағына береді екен. Сондай бір шетте орналасқан ауылда тұрып жатады. Жасы небәрі өзі де нақты білмейді, шамалап 9-10 жасар дейді. Оқиғаның өзі 2008 жылы болған. Соған қарағанда бұл қыздың 1998 жылы туғандығы мәлім болады, есептеп қарасақ. Және сол қыз 2008 жылы бірінші сол ауылда тұрып жатқан кезде Мона деген әпкесіне байланысты, яғни Мона деген әпкесін бір ер азамат, өзінен 25 жас үлкен ер азамат жаңағыдай зорлап, жаңағыдай арына қылаң келтіргендіктен ол ауылдан, сол ауылдың тұрғындары бұларды біздің арымызға кір келтірді деп әкесі мен отбасын қуып жібереді. Бұлар сөйтіп Йеменнің астанасына барып, сол жақтағы үлкен қалаға орналасады. Бірақ ол жерде де сондай бір қиын, ауыр күндер көреді. Ақша жоқшылық, жаңағыдай көшеде қайыр тілеп, жұмыстар істеп, ұсақ-түйек тиын-тебен тауып өздерінің күндерін көріп жатады. Сол күні сол Монаны зорлады деген жігіт үйлендіреді. Кейін 2 балалы болғаннан кейін ол жігіт бұның екінші апайы Джамилямен жаңағы көңіл қосып, онымен бірге қашып кетеді. Яғни қашқан кезде, яғни екеуі көңілдес болып жатқан жерінде ұстап, о жақтан заңы бойынша түрмеге қамап тастаған екен. Сонымен 10 жастағы Нуджут әлбетте оны түсінбейді не болып жатқанын, бірақ күндердің күнінде көптеген көп балалы отбасы, өзінің әкесінің жалпы 2 әйелі болған екен. Бірінші әйелі осының анасы, бұлардың көп балалы, және екінші 5 баласы бар, тағы екінші әйелі болған әкесі. Сондай ауыр жаңағыдай жоқшылықта тұрып жатады. Пәтер жалдап, әздердігінде пәтердің ақшасын тауып, тамақ тауып жүрген кезде Фаяз деген 30 жастағы жігіт келіп, оның әкесіне туысқан болуды, құда болуды сұрайды. Сонда бұның үйінде келесі тұрмысқа шықпаған осы Нуджут болғандықтан, 10 жастағы Нуджутты сол Фаязге тұрмысқа жаңағыдай әйелдікке береді. Сөйтіп 20 жас несі бар, жаңағыдай айырмашылығы бар. Фаяз бен Нуджут үйленеді, бірақ сондай бір ауыр халде той өтеді. Тойдың ертесі күні ауылға, сол өздерінің ауылында тұрады екен, Хаджи деген, соған қайтып барады. Және ойын баласы әлі аузына дәмі кетпеген осы Нуджутты сондай бір бірінші түндегі неке түннің сондай бір ауыр болғандығын, жалпы тәннің, жүрегінің, жанының ауырғандығын бәрін осы кітапта бейнелеп көрсетеді. Және кейіннен солдан қалай болса да қашу керектігін ойлап, қалаға күнделікті жылай бергендіктен, күйеуі қалаға өзінің туысқандарын әкелгеннен кейін, анасы нанға жіберген кезде, нанға шығып, дүкенге шыққан Нуджут бірден сотқа барып, осы соттағы судьяларға айтып, одан прокурорға айтып, адвокат келіп, және сол адвокаттардың жаңағы бақ өкілдерінің, адамдардың кірісуіне байланысты бұл екеуінің арасындағы некені сот бұзып береді. Сөйтіп бұл сол елдегі 2008 жылдағы үлкен оқиға болады. Бұл оқиға барлық әлемге әйгілі болады. Және осының салдарынан басқа да сондай теперіш көріп жүрген жас қыздардың, яғни сол елде негізі сондай үрдіс бар екен, жас қыздарды өте ерте алады екен. Сондай жаңағы қиын жағдайда жүрген қыздардың көбі бастарына еркіндік алып, бір керемет бастау болған екен. Сөйтіп, бұл негізі Нуджутқа Женщина года 2018 деген әлемдік деңгейдегі жаңағы премия беріліп, лауреат болып, сондай әлемге әйгілі болып кеткен. Соны осы Дельфин Минуи деген кісі жазып кітапқа
екені 201 беттік қана кітап, жалпы 1-2 күнде оқып шығатын және өте бір аянышты, сондай бір оқиғаны баяндайтын, шын өмірде болған оқиға болып табылады. Бұл ауған елінің жағдайын, хал ахуалын оқып едік. Батпырақ қуған баламен енді міне Йемен елімен де танысып шықтық. Жақсы, хош. Енді келесі кітапқа өтейік. Келесі оқитын кітабымыз Асқар Сүлейменов «Адасқақ».